Қайырлы күн, баршаңызға сәттілік. Бүгін ерекше котлет түрін дайындайын дедім. Бес жұмыртқамызды табаға жарып саламыз. Араластырамыз жұмыртқаны. Винтикпен, болмаса вилкамен, шанышқымен араластырсаңыздар болады. Араластырып болған жұмыртқамызға осындай қара нанды алдым. Нанымыздың жан-жағын кесіп алып тастаймыз, қатты жерлерін. 4 жағын кесіп алып тастап, ішіндегі жұмсағын, яғни мякотын алып, осы жұмыртқаға саламыз, уатып жұмыртқаға саламыз. Жұмыртқаға салғандағы мақсатымыз осынан бізде жібіп тұру керек. Жарты қасық тұзымды, кішкене қара бұршымды салдым. Осылай араластырып, нанды артқа қойып қоямыз. Нанымыз әбден жібіп езілу керек. Енді сосискамызды аршимыз. Менде 2 упаковка сосиска, 10 штук. Сосискамызды тазартып болғаннан кейін осындай турағышқа салып тураймыз. Болмаса мясорубкамен турасаңыздар да болады. Әркімнің өз қалауынша жасалынады. Осылай сосискамызды турап, жақсылап, көк шөптерімізді қосамыз. Менде укроп, жусай, көк пияз, осыларды салып, араластырып тураймыз. Осы ет турағышпен тураймын. Қалған сосискамды да салып, үстінен барлығын жақсылап араластырып тураймын. Құрметті көрермендер, ет турағыштарыңыздың қызып кетпеуін қадағалаңыздар. Турап болғаннан кейін табада тұрған нанымызды алып, жақсылап езіп жібереміз. Ішінде түйіні қалмау керек. Енді үстінен осы дайын тұрған фаршымызды саламыз, сосискадан дайындаған фаршымызды. Жақсылап нанмен араластырамыз. Жақсылап нанмен араластырып, осы қолымызбен араластырған ыңғайлы болады. Ұрамыз. Котлетті не үшін ұрады, құрметті көрермендер, білсеңіздер, жазып кетсеңіздер екен. Енді формамызға сары май, жаңағыдай сливочный масло жағып, осылай формировать етіп, котлеттің формасына келтіріп, осылайша қойып шығамыз барлығын. Сәл нелеу болады, сұйықтау болады, ештеңе етпейді. Жақсылап үстіп қойып шығамыз. Қойып шыққан табамыз толғаннан кейін бұны 200 градуста 15-20 минутқа духовкаға салып аламыз. Котлетіміз дайын. Бұл котлеттің үстіне мен сыр салайын деп шештім. Осылайша сырымызды алып турап, бетіне бір тілік сыр қойып шығамыз. Сырымыз ерігенше тағы да духовкаға жіберіп аламыз. Осылай жақсылап қойып шығыңыздар. Өте керемет, тамаша болады. Сырдың қалған қалдықтарын тастаудың керегі жоқ. Осылай үстіне қойсаңыздар, ол да ериді. Дайын пюреміздің үстіне котлетімізді қойып жейміз. Бұны түскі асқа да, кешкі асқа да дайындасаңыздар болады. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Дәмді ас каналы, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркеліп кетіңіздер. Асымыз дәмді болсын.